Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа осындай өте дәмді әрі тойымды ерекше омлеттер дайындайтын боламыз. Әсіресе үйлеріңізде көп адам болатын болса, осы таңғы асты жасауға кеңес беремін. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Одан кейін 200 граммдық стакан болатын болса, сол стаканмен толтырып 1 стакан сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, және де дәміне қарай тұз саламыз. Мен жарты шай қасықтай қостым. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді дәл жаңағы стаканмен 1 стакан толы ұн саламыз. Ұнның ешқандай артық түйіршіктері іртік қалмайтындай, оны да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Келесі кезекте омлетке қалауларыңыз бойынша осындай шұжықтан да ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Егер мүлдем ұнатпайтын кісілер болса, қоспай-ақ қоюға да болады. Және де қосымша осындай көк пияз, укроп немесе петрушка болатын болса, оны да ұсақтап турап аламыз. Сонымен қатар бір қызанақты да көбіктеп турап аламыз. Қызанақ немесе шұжық екеуінің біреуін ғана қосуға болады. Енді барлығын жаңағы массамызға салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, егер әлі де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Мінекей омлетіміздің массасы осындай болып шығады, және де бізге қосымша ірімшікте қажет, ірімшікті теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Ал енді табамызды қыздырып, қазір омлеттеріміз пісу барысында асты жабысып қалмас үшін осылай сұйық маймен немесе сары маймен жақсылап майлап аламыз. Одан кейін омлетті кәдімгі құймақ құйғандай етіп, орташа отта бір беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бір беті піскеннен кейін келесі бетіне қарай аударамыз. Ең бастысы қатты отта пісірмеңіздер, өйткені омлеттің асты тез күйіп кетуі мүмкін. Мінекей осылай келесі бетіне қарай аударып аламыз. Енді осы піскен бетіне жаңағы үккіштен өткізіп дайындап қойған ірімшігімізді осылай себелеп шығамыз. Ірімшігі кішкене еріп, екінші беті де толықтай піскеннен кейін дайын болған омлеттерімізді тарелкаға салып ала берсек болады. Қалғандарында дәл осы рет бойынша пісіріп аламыз. Табаны майлап отыруды ұмытпаңыздар. Омлеттер өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Әсіресе ыстықтай таңғы асқа жесеңіздер өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдіміз, сондықтан бұрын соңды жасап көрмесеңіздер, жасап көріңіздер. Сонымен қатар төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы осы видеоны өздеріңіздің жақындарыңызбен, туысқандарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп жіберіп қойыңыздар. Ол кісілер де дайындап көріп, сіздерге алғыстарын айтатынына сенімдімін. Көріп тұрғандарыңыздай омлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды болып шығады. Осы видео рецепт пайдалы болған болса, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді жазып, каналға тіркеліп қойыңыз.